Өте қызық көліктердің бірі Nissan Xterra 2013 жылғы. Объем қанша? 4 литр. 4 литр. Бұның қазіргі нарықтағы сток, яғни ешқандай мынандай жасалмаған түрі 10 миллион шамасында тұрады екен. Ал мына көліктің иесі осы көлікке 10 миллионнан көп ақша салып тастаған екен. Қараңыздар, бұда не бар, көрейік. Әдемі мынандай қосымша светтер, темір бампері бар. Қосымша светтер мына жерде де бар, мына жерде де бар. Түнде таудың ішінде точно жоғалмайсыңдар. Қараңыздаршы, ана хайджектер тұр. Кім білетін мысалы оранжевый не екенін білсеңіздер комментарий жазып кетіңіздер. Болмаса мен қазір соңында айтамын. Қараңыздар, керемет ящик тұр. Ішіне бүкіл нәрсені салады, бүкіл нәрсе сияды. Және үстінде де тағы да кішкентай андай платформа сияқты бір багажник сияқты бар. Оған неше түрлі керек заттарды қыстырып қояды. Үлкен мына жерде де тент бар. Оның ұзындығы 4 метрге дейін ашылады. Және де Г-образный болып ашылады. Мынандай шетінде темірден жасалған қоршаулар. Резинасы да мына Геоландер грязевой. 5-ші запаскасы да осындай калитка болып ашылады. Қосымша алыс жолдарға арналған көлік болғандықтан қосымша 2 мынандай канистрадағы бензин құйып немесе су құйып алып арналған андай полкасы бар. Қараңыздар, керемет. Бұның да әдемі палаткасы бар. Екі жақта тент бар. Мына жерде күрегі де тұр. Керек кезде тығылып қалған кезде. Палаткасы тура алдыңғы көрсеткен FJ Cruiser'дің палаткасы сияқты. Қосымша қалталар, матрас төсектер, және де 3-4 жаққа арналған палатка осындай. Салонын бір көрсетіп жүрейін. Ой, Шома, извините. Что, спишь, что ли? Ой, от черн көріңіздер ма? Так, мына жақтан көрсетеді, сол үшін сіздерге. Тоже техникаға толып кеткен, ішінде қандай объективтер тұр. Ішкі көрінісі осындай. Алыс жолға арналған. Бұл көлік Монғолияға өз несімен экспедицияға барып келген көліктердің бірі.